Құрметті көрермендер, сіздердің назарларыңызға Сабыр Мамбиевтің шығармашылығы атты онлайн дәрісі ұсынылады. Бейнелеу өнеріндегі қазақ кескіндемесінің жаңашылда қайталанбас шебері, Қазақстанның халық суретшісі Сабыр Мамбиев туған жерінің табиғатымен біте қайнасып, тұрмыс салтынан тазалық пен сұлулық ескен, халқымыздың бояуға бай өмірін жырлаған, суретшілік көзі ешкімге ұқсамайтын дара еді. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде суретшінің 40-тан астам ең үздік туындылары жинақталған. Суретшіні аңыз адам, қазақ бейнелеу өнерінің мақтанышы деп айта аламыз. Сабыр Мамбиевтің шығармашылығын ел үшін ғана емес, сонымен бірге әлемдік мәдениет үшін зор, ауқымды, маңызға ие құбылыс ретінде айтуға болады. Суретші айрықша тереңдігі дербес суретші, талантты кескіндемеші, қазақстандық ең танымал колористердің бірі еді. Сабыр Әбдірәсілұлы Мамбиев 1928 жылдың 1 мамырында оңтүстік Қазақстан облысы Келес ауданының Абай базар ауылында дүниеге келді. 1946 жылы Алматы көркемөнер училищесін, 1953 жылы Репин атындағы Ленинград кескіндеме мүсін және сәулет институтын тамамдады. Елге оралған қылқалам шебері 1953-1956 жылдары Гоголь атындағы Алматы көркемөнер училищесінде педагогикалық қызметін атқарған еді. 1956 жылы 1982 жылдары Қазақстан суретшілер одағы басқармасының төрағасы қызметін атқарған еді. Қазақ бейнелеу өнері тарихында Сабыр Мамбиев 1950 жылдардағы кеңестік дәуірдегі озық оқу орындарында жоғары білім алған қазақ суретшілерінің қатарына жатады. Оқу барысында сол кезден-ақ жас суретші сезімінің дәлділігімен және түсті айыра білу қабілеттілігімен ерекше көзге түсіп жүрді. Оның кескіндеме жүйесінде түс барынша айқындылыққа, алты қырғақтар сазды әлемге айналады. Шебердің суреттері ең алдымен көрерменнің эстетикалық сезіміне арналған. Ондағы басты мән қоршаған орта мен адамның сұлулығы мен үйлесімділігін үйлестіруде, көркемдік бейнені жырлауда жатыр. Сол жылдары ерекше екпінмен келген Қазақстан суретшілерінің барлығы қазақтың көне тұрмысы, көш пен жайлау сюжеттеріне сүйене отырып, еркін өмір, адам мен табиғаттың бірлігінің белгісі ретінде қарастырып, өздерінің басты тақырыбына айналдырды. Сабыр Мамбиев бейнелеу өнерінен ұлттық кескіндеме тілімен, өзіндік мәндерін табу мәселелерімен айналысқан алғашқы қазақ суретшілерінің бірі. Суретші шығармашылығындағы негізгі сюжеттер қазақтардың дәстүрлі өмірі мен қала өмірі, портрет пен пейзаж. Сабыр Мамбиевтің туындылары қазақтың тұрмыс тіршілігімен ұштасып жатқан көшпенді өмірдің айнасы сынды. Суретшінің дала тақырыбында жазған туындылары адам мен табиғат жарасымын тапқан, кеңістіктегі композициялық құрылымның айқындығы, түс тазалығы, нәзік берілген бояу қабаттарының ырғағына қарай енген қозғалысы көшпелі өмірдің тарихын елестеткендей. Қылқалам шебері көшпелі мәдениеттің көрінісін тереңнен жеткізіп, дәстүрлі тұрмыс бейнесін жазған. Түс реңктерін өзгеше қиюластырып, туындыға ерекше салтанат пен поэтикалық үн берген. Әбілхан Қастеев музейінің алтын қорындағы киіз үйдің қасында атты туындысы дәстүрдің негізін қалаушы, сақтаушы, жалғастырушы ретінде адам бейнесі басты орындалып, табиғат пен адамның мызғымас байланысын хабардар еткендей.
Жайлаудағы қазақ отбасының адамдар бейнелері мен табиғатты бояу қабаттарымен байланыстыруы қазақ ауылы мәдениетінің айнасындай. Киіз үйдің қасында атты туындысының бірінші жазылған нұсқасы Третьяков галереясының коллекциясында сақтаулы. Ал Әбілхан Қастеев музейінің коллекциясындағы бұл туынды автордың қайталап жазғаны. Көшу туындысында барлық элементтерді кенеп бетіне үйлестіре орналастыру арқылы барлық көшпелі мәдениеттің, дала өркениетінің тұрмыс тіршілігін лирикалық сезіммен берген. Жайлау, шопан тақырыбындағы сыр шертетін туындылары суретшінің жанына жақын тақырып. Себебі кең жайлаудағы шопан өмірлері қазақтың дәстүрінің қаймағы сақталған заңдылықтарын өзінің туындысында көрсету суретшінің шығармашылығындағы басты маңыздылық еді. Суретші портрет жанрындағы туындыларында әр адамның өзіне тән ерекше қасиеттерін бояу ырғақтарымен үйлестіріп кейіпкерді ортасына сай жасауға тырысады. Жеке адамның ішкі рухани жан дүниесіне тән түс әуеніне деген қызығушылық Сабыр Манбеевтің портреттік жанрда түс формасының қанықтығына ерекше мән бергенін аңғартады. Елеулі жұмыстарының бірі терезе алдындағы қыз композициясында ішкі жан сырын ғана бояумен бермей, нәзіктік пен бақыттылықты бойына сіңірген, нәзік жанның образына лайық ортаны табуға тырысады. Суретші қызды жарыққа қарсы отырғызып, көлеңкеде қою арқылы қыз бейнесі ерекше түс тазалығы мен нәзіктікке ие болды. Басты кейіпкерді композицияның ортасына орналастырмай, терезе жетіне жайғастырған. Бөлме ішіне түскен жарық сәулесі қызға жартылай түсіп, түстердің кереғарлылық реңін береді. Суретші Мария Лиза Губтың портретінде жарықтың түрліше түсуі, артқы фондағы терезе бөліктерінің әртүрлілігі, кейіпкерді терезе алдына басқаша отырғызуы, ойлы жанарымен айқастырылған қолдары өмірдің қайшылықтарын айтқандай. Мұхтар Әуезовтың портретінде жазушының отырған бөлмесі толығымен бейнеленген. Суретші кейіпкердің қоғамдағы маңызды тұлға екенін ескере отырып, жазушыға керек барлық элементтерді назардан тыс қалдырмай, кенеп кеңістігіне орналастырды. Сабыр Манбеев өз шығармашылығында қала тіршілігі тақырыбын елеусіз қалдырмады. Менің қаламда туындысында қаланың аласапыран тіршілігі, қаланың қайнаған көшесі емес, табиғатпен оңаша қалып, демалып тынығатын жері саябақтағы екі жас қыздың бейнелерін оқшауландырып, алдыңғы бөлікте бейнелейді. Қыздар бірге болғанмен, екеуінің ойлары екі жақта. Композицияда жалпы қала көрініс болғанмен, кенептің бір бөлігін табиғаттың тыныш аясына арнаған. Суретші еңбектерінде түс арқылы заттың барлық сипаттарын беріп, жағылған бояу іздерінде эмоционалдық көңіл-күй сезімін көрсетіп отырды. Сабыр Манбеевтің қазақтың дәстүрлі мәдениеті деген қызығушылығы бейнелеу өнерінде ұлттық кескіндеме тілін іздеуге жетелеген еді. Дала өркениетінің материалдық және рухани құндылықтар элементтер жиынтығын кенеп кеңістігіне бағындыра білу суретші шығармашылығындағы басты ерекшелік. Қазақ бейнелеу өнерінің жаңа парақшаларын ашқан суретші бүкіл шығармашылығында кескіндеменің өзіндік ерекше тілімен көшпенді мәдениеттің сырларын паш еткендей, жеке ырғағымен ерекшеленген суретші қазақ мәдениетін кескіндеме тілін енгізіп, ғасырлар бойы сақталып келе жатқан ұлттық дәстүр, тұрмыс тіршілік қағидаларын шығармашылығының негізіне айналдырды. Бүгінде әлемдік бейнелеу өнерінің қатарында тұрып, өзгелермен терезе теңестірген қазақ бейнелеу өнерінің биік шоқтығы
Сабыр Мамбиевтің туындылары туған халқының рухани қазынасын төрінде жарқырап тұра бермек. Сіздермен бірге болған Қазақстан бейнелеу орталығының ғылыми қызметкері Әбілдаева Лаура. Назарларыңызға рахмет.